Bir. Бір блок түсіріп ойын сен осыны ауылдың баласы жылап еңіреп деп артық фонды құртады ғой. Жарайды, видеомызды бір позитивпен бастайықшы. Дәрексет. Бұл Қоянды ауылы Астанадан 15 шақырым жердегі ауыл, Астана іргесіндегі. Бірақ ешқандай инфрақұрылымы әлі дамымаған. Бұл ауылда 45 мың адам тұрады. 45 мың. Енді қараңыздар, міне, ешқандай жол жоқ. Міне, жолдың сиқы мынау. Жарық жоқ. Мынаның бәрі міне. Мынау жарық жүйесі жекеменшік адамдардың таратып отырған заты, яғни халық осыларға ақша төлеп свет жарықпен қамтамасыз етіп отыр. Яғни жарық жүйесін, электр жүйесін сол жекеменшік кәсіпкерлерден алып отыр. Бұның бір кемшілігі өте қымбат. Айына мысалы 20 мың теңге шығады біздің үйге. Біздің үйге деп қоймын, үйім жоқ еді ғой. Бұл ауылда Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген адамдар және Қытайдан, Монғолиядан, сонымен қатар Өзбекстан, Ресейден, тағы басқа жан-жақтан жиналған қандастарымыз тұрады. Қоянды ауылы Астананың іргесінде болса да, ешқандай инфрақұрылымы дамымаған әлі. Не жол жоқ, не жарық жоқ, не әлі су жоқ. Халық жеке адамдардан жарықты өте қымбат бағаға алып отыр және суды көбінде тасып ішеді. Бірақ бұл жердің халқы өте еңбекқор, жанын жалдап, тісін қайрап өмір сүріп жатыр. Көбі қалаға қатынап жұмыс жасайды. Бірақ осындай мәселе тек біздің Қоянды ауылында емес, бұрыннан бері салынған ауылдарда да осындай проблемалар бар. Мысалы, осы күнге дейін әлі ауыз суға жарымай отырған ауылдар көп. Тек қана біздің ауылда емес, Қазақстанда осындай ауылдар өкінішке орай әлі де бар. Дәл осы видеоны түсірген күні Қояндыда қатты жел болды. Сондықтан менің дыбысыммен желдің дыбысы қабаттасып, менің дауысым дұрыс естілмеді. Мен осы жерде не айттым? Мен бұл жерде өзімді таныстырдым. Бірінші, атым Жақсылық, 36 жастамын, үйленгем, 2 балам бар. Бірақ әлі күнге дейін өз басымда үйім жоқ екенін айтқанмын. Яғни ата-анамның үйінде тұрамын, яғни ата-анамның қолында тұрамын. Енді биыл осы жерге үй салмақшымын деп айтып жатырмын. Мен мынау арт жақтағы жерді 5 жыл бұрын 2 миллион теңге алғанмын. Енді осы жерге үй салмақшымын деп айтып жатырмын. Бірақ дәл осы видеоны түсіріп жатқан кезде менде жұмыс та жоқ және қалтамда 100 мың теңге бар дегенді айтып жатырмын. Енді осы 100 мың теңгемен үйді бастамақшымын деп айтып жатырмын. Және былай айтыппын: үй салатын адамға, сапарға шыққан адамға Алла тағала өзі көмектеседі деп, нар тәуекел деп сол 100 мың теңгемен үйді бастағанымды айтып жатырмын. Және мен осы үйді бастамас бұрын өзімнің армандағы үйімді сызып, жобасын дайындап, содан кейін нар тәуекел деп бастап кеткен болатымын. Видеоның мақсаты не? Видеоның мақсаты мен сияқты үй-күйсіз жүрген адамдарға ипотекаға ұрынбай, осындай Астанаға жақын маңайдағы ауылдардан осындай жер сатып алып, арзан бағаға үй салуға болатынын көрсету болатын. Енді мен үйді салдым. Енді осыны рет-ретімен көрсетпекшімін видеоға түсіріп. Осындай блог түсіру маған ұнамаса да, көп адамға мотивация болсын, көп адамға көмек болсын деп осы видеоны түсірген болатынмын. Енді үйдің жобасы дайын. Енді өз күшіммен үйді бастамақшымын. Бұрын енді құрылыстан қатты опытым, тәжірибем жоқ. Сонда да нар тәуекел деп бастап жатырмын. Енді келесі видеоларда көресіздер үйді қалай салып, қалай жұмысын жүргізгені туралы. Яғни мақсат арзан бағамен өз қалауындағы әдемі үйді салу. Мысалы, Астана қаласында бір бөлмелі үй кемі 17-18 миллион болғандықтан біз ипотека ұрынбай арзан бағада осы үйді бастаған болатынбыз. Енді келесі бөлімдерді көру үшін каналға жазылып, лайк баса кетіңіздер. Бұйыртса жалғасы болады. Қиындықтарға тап болдық қысқасы. Яғни көптеген адамдарда үй жоқ. Әсіресе мына үлкен мегаполистерде, Алматы, Астанада көптеген адам пәтер жалдап тұрады. Халықтың 42% ауылда тұрса да, көптеген адам қалаға ұмтылуда, өйткені жұмыс жоқ. Сондай көптеген қазақтардың бірі мен болам. Енді міне осы видеоны түсіріп жатқан себебім, мына жерге үй салмақшымын да.
ең арзан жолмен, ең тиімді жолмен. Сол енді міне 80 квадрат, 70 квадрат қаздым мына жерде. Қарасаңыздар. Осы жерге үй салмақшымын. Енді міне жерді қазып қойдым, қазір фундамент. Енді келесі адам фундамент құю. Фундамент менде ленталық болады. Оған мынандай, қараңыздар, мынандай свайлар түсіріп қойдым. Енді осыны мына жер жинап, содан сыртына қалып құрып, бетон құймақшымын. Ары қарай осы құрылысты қалай салу керек туралы сіздермен бөлісетін боламын. Құрылыс саласында деген енді тәжірибем көп емес, сонда да осы Нартәуекелде құрылысты бастамақшымын. Осы видеоны түсіруімнің себебі жаңағы көптеген үйсіз жүрген жастарға жер алып, үй салуға кішкене мотивация, кішкене жігер берсін деп, сол мақсатта түсіріп жатырмын. Жақында YouTube канал ашпақшымын. Сол каналға саламын. Егер сіздер осыны көріп отырған болсаңыздар, сол каналдасыздар. Ендеше мен бастамамды қолдап, осы каналға лайк басып, коммент жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мен енді осы құрылыс үй салу барысын Алла қаласа сіздерге рет-ретімен, кезең-кезеңімен түсіріп сіздерге ұсынатын боламын. Баяғысы аяқталды.